Өскемен қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінде 2 күндік күз байлықтары қайырымдылық жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Шараны ұйымдастыру мақсаты білім ордасындағы және облыс орталығындағы өзге мектептердегі әлеуметтік жағдайы төмен оқушыларға жылу жинау. Енді бұл шараға бірнеше күн дайындалдық. Атсалыса шамамыз келгенше. Енді бұндағы ойымыз осы қайырымдылық жәрмеңкесінен түскен қаражатты мұқтаж жандарға көмек ретінде беру. Бұл шара мен үшін өте бір сондай жоғары деңгейде өтіп жатыр. Жақынына жәрдем беріп, жетімін жылатпаған қазақ халқына тән мұндай шараға барлық 15 шаңырақ қатысса, оқушылардың ата-аналары да шетте қалмады. Күздің көркіне сай безендірулер, жазғы еңбектің бал жемісі, ұзын-аулақ дастарханның сәнін келтірді. Мектеп шаңырақтармен бірге жәрмеңкеге оқушылардың экологиялық Green Niche клубы да қатысты. Жас экологтар алғаш ұйымдарын құрып, 30 шақты оқушылар экологиялық қауымдастыққа айналды. Жәрмеңке барысында клуб мүшелері түрлі ас мәзірін дайындап, ақшалай емес, бөтелкелер, батарейкалар, шамдар, қағаздар сынды заттарға айырбас жүргізді. Мы очень довольны результатами нашей работы, потому что почти весь школьный состав участвовал, как ученики, учителя, администрация школы также поучаствовала. Мы собрали около 20 килограмм макулатуры и различных материалов. Я не думала, что люди принесут батарейки, лампочки, но оказалось, что очень многие заинтересованы этой проблемой и поэтому собирают мусор у себя дома. И сегодня у них была очень хорошая возможность сдать их на переработку.